Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге венский вафлидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқамызға қантты салып, аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне сүтті, қаймақты, сары майды ерітілген салып араластырамыз. Қыздар, менің каналымда шығып отыратын жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп, оған қопсытқышымызды салып, араластырып, ұнды 3 немесе 2 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Біздің массамыз дайын, міне сұйықтығы видеода көрсетілгендей болады. Енді осы кезде біз вафельницамызды алдын ала қыздырып, оның үстіне май жағатын боламыз. Вафельницамыз қызғаннан кейін осылай 2 немесе 2,5 қасықтан құя отырып пісіреміз. Пісіп шығу уақыты сіздердің вафельницаларыңызға байланысты 5 немесе одан да көп минутқа созылуы мүмкін. Біздің вафлиміз дайын, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер, сіздерге кеңес беремін. Қыздар, видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма бұдан да басқа рецептермен бөлісетін боламын, сондықтан менің каналымда жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансая.